Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет Наполеон торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Осындай тестасы қытырлақ болып тұратын, ал кремі ауызда еритін өте керемет торт болып шығады. Ең алдымен сұйықтығымызды жасап аламыз. 200 граммдық стаканға бір жұмыртқа салып, шамалы шым-шым тұз сеуіп, осылай бір ас қасық сұйық май, иісі дәмі жоқ сұйық май құйып, үстінен 9-6% уксусымызды құямыз. Және үстінен осы 200 граммдық стаканымыз толғанша салқын суды құямыз. Салқын суды құйып, 200 грамм болу керек, осы барлығы сұйықтықтың барлығы 200 грамм шығу керек. Барлығын осылай жақсылап араластырып, мұздатқышқа салып қоямыз әзірге. Қамыр үшін бізге осындай 420 грамм ұн керек болады, електен өткізілген. Жақсылап осылай үстіне сары майымызды, 200 граммдық сары майымызды қосып, осылай пышақпен турап аламыз. Барлығын осылай турап алғаннан кейін жақсылап араластырамыз онымен бірге. Крошка сияқты, майда крошка сияқты бірге араласып кету керек, бірақ майымыз еріп кетпеу керек. Ішінде май сезіліп, осылай қаттылау болып, бірақ онымен араласқан күйде жүру керек. Бұл процестің бәрін теркадан өткізіп те жасасаңыз болады. Үлкен теркадан, үлкен ыдысқа салып жасасаңыз болады. Бірақ теркадан тез еріп кететін болғандықтан, осылай қатпарлы, сондай қамыр шығу үшін негізі осылай онымен досканың немесе бір ыдыстың ішінде, кең ыдыстың ішінде осылай істегеніңіз дұрыс болады. Үстіне жаңағы холодильникке қойған сұйықтығымызды алып, мұздатқыштан алып, үстіне құя отырып, аз-аздан құйып отырып, осылай араластырып аламыз. Жақсылап бәрін біркелкі болғанша араластырып, аз-аздан құйып отыру керек. Барлығын құйып алғаннан кейін осылай жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр елеп, қатты елеп тастамау керек, ішінде майымыз еріп кетпеу керек біздің, сонда қамырымыз қатпарлы болып шығатын болады. Қамырды көп елеп жатуға керек жоқ, осылай біріктіріп, бір шама бірігіп тұрса жеткілікті болады. Шамалғаны біріксе, шамалы біріккеннен кейін осылай пакетімізге салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Қамырымыз бірігіп жақсы болып жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін холодильникке 40 минутқа салып қоямыз. Әзірге кремді дайындаймыз. 180 грамм шекер, 40 грамм ұн және 40 грамм крахмалды алып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне жылы сүтімізді аз-аздан құя отырып араластырамыз. Ыдысыңыздың асты міндетті түрде қалың болғаны жақсы, себебі крем бізде жасау барысында газға қойып ысытқан кезде асты жабысып қалмау керек. Сол үшін міндетті түрде асты қалың ыдыс алыңыз. Осылай газға қойып, жай орташа отта, қатты емес, тым пәс емес, орташа отта араластыра отырып, қоюланғанша осылай араластыратын боламыз. Міндетті түрде осылай үнемі қозғап отыру керек, себебі асты тез жабысып қалуы мүмкін. Осылай жақсы қою болғаннан кейін кремімізді бөлек ыдысқа құйып, бетін осындай пищевой пленкамен ауа ішінде қалмайтындай етіп, жақсылап жауып, суытып аламыз. Міндетті түрде кремнің бетін осылай мұқият жабыңыздар, себебі ішінде ауа қап кетсе, креміміз суланып, біздің креміміз шықпай қалады. Жақсы крем болып шығу үшін міндетті түрде осылай ауа қалдырмай, в контакте дейді, осылай полный бір-біріне жабысып тұратындай қылып жабып алу керек. Осылай креміміз суығаннан кейін бетінен пакетімізді алып, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды аз-аздан сала отырып, миксермен араластырып аламыз. Міндетті түрде осылай аз-аздан салып отырып араластырыңыздар. Менде ыдысым кішірек болып қалды, мен кейін үлкен ыдысқа ауыстырдым. Бірден үлкенірек өзіңізге ыңғайлы болатын үлкендеу ыдысқа салып араластырыңыздар. Кремді осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне ванильный сахарымызды шамалы салып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Крем бізде осындай жұмсақ, ауызда еритін өте тамаша болып шығады. Осымен біздің крем дайын, енді қамырымызға көшетін боламыз. Қамырымызды мұздатқыштан шығарып, осылай біркелкі етіп, 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Дәл видеода етіп жайып, орап алатын боламыз. Осылай қамырымызды орап алғаннан кейін шамалы ұн сеуіп жүріп, тағы да бір рет осылай жайып алатын боламыз. Достар, егер менің каналымда бірінші рет болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қолдап кетуіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Қамырымызды осылай жайып, орап алатын боламыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік торт жасайтын болғандықтан осылай 8 бөлікке бөліп алдым. Сіздің қанша бөлікке бөлуіңіз сіздің жасайтын тортыңызға байланысты болады. Осылай барлығын бөліп алғаннан кейін шамалы домалақтап жіберіп, мұздатқышқа барлығын тарелкаға салып қоятын боламыз. Бетін пакетпен жабуды ұмытпаңыздар.
осылай салып қоямыз. Шетінен қажетті болған қамырды алып, осылай жайып, жұқалау етіп жайып, өзіңізге қажетті болған диаметрдегі бір кез келген затпен мен осылай торттың астына қоятын затты пайдаландым. Торттың астына қоятын өзінің кордонын қойып, өзіме қажетті форманы кесіп алдым. Бетіне осылай шаңышқымен тесіктер жасап, духовкада шамамен 7-10 минут арасында қызып тұрған пеште 210 градуста пісіріп алатын боламыз. Егер уақытпен қарамайтын болсаңыз, осылай қызарғанына қарап тұрсаңыз да болады. Шетіндегі крошкаларды біз бетін әсемдеуге қолданатын боламыз. Осылай бетін әсемдеуге қолданатын крошкаңызды үлкендеу қылып крошка қылсаңыз да болады. Мен осылай майда қылдым. Қалауыңызша үлкендеу крошкалар жасасаңыз болады. Осындай 8 штук шықты. Барлығын осылай астына крем жаға отырып, бір-бірден осылай жинайтын боламыз. Мен осылай кольцомен жинадым. Егерде тортыңыз біркелкі әдемі болып шыққан қаласаңыз, осылай кольцомен жинаған дұрысырақ болады. Сонда біркелкі әдемі болып шығады. Барлығын осылай жинастырып алғаннан кейін кремімізді тортымыздың бетіне, жанына, барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Одан кейін кольцомызды шешіп, тортымызға осы алдын ала дайындап қойған посыпкаларымызды сеуіп шығатын боламыз. Осылай барлығын сеуіп болғаннан кейін үстінен шамалы бір дымлақ, осылай біркелкі затпен бассаңыз, беті біркелкі болады, баспасаңыз да болады. Осылай кесіп алып, бір дестен ұсына берсеңіз де болады. Немесе бір түнге мұздатқышқа қойып қойсаңыз болады. Сол кезде сіздің креміңіз бен қожаңыз бір-біріне сіңіп өте дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.